Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз холецистит кезіндегі анықталатын симптомдар. Греков-Ортнер симптомы науқастың қабырға доғаларын ұрғылау арқылы науқастағы ауру сезімін анықтаймыз. Ауру сезім бар ма науқас? Жоқ. Науқаста ауру сезімі анықталса, бұл симптом оң болып табылады. Мерфи симптомы анықтау әдісі: сол қолымыздың алақанын науқастың оң қабырға доғасына қойып, бас бармағымызды кері нүктесіне қойып, науқастың терең тыныс алып шығаруын сұраймыз. Науқас терең тыныс шығарған кезінде біз саусағымызды кіргізе бастаймыз. Науқас терең тыныс алып шығарыңыз. Тыныс алыңыз. Ауру сезім бар ма? Жоқ. Егер біз науқасқа екінші рет тыныс алуын сұрап, сол кезде науқаста ауру сезімі анықталса, бұл симптом оң болып табылады. Пекарский симптомы науқастың төсінің қылқанды өсіндісін пальпация арқылы тауып аламыз және оның оң жағын басу арқылы ауру сезімін анықтаймыз. Науқас ауру сезімі бар ма? Жоқ. Науқаста ауру сезімі анықталса, бұл симптом оң болып табылады. Георгиевский мюссе симптомы. Оны анықтаудың жолы: науқастың басын бір жаққа бұрып, стernокleidomastoideусының төменгі аяқшаларын пальпация арқылы тауып аламыз және төменгі аяқшаларының арасын басу арқылы науқаста ауру сезімін анықтаймыз. Науқас ауру сезімі бар ма? Жоқ. Ауру сезімі анықталған жағдайда бұл симптом оң болып табылады. Бүгінгі кішігірім тақырыбымыз түсінікті болды деген ойдамын. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер, лайктарды аямаңыздар.